Сәлем баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай үй жағдайында қуырылған дәмді борщ жасаймыз. Және де магазинский дайын тестамен самса жасайтын боламыз. Ал кеттік. Қызып тұрған майымызға етімізді қуырамыз. Мұндағы мендегі ет, сиырдың еті осындай майымен қоса қуырып, бетін жауып қойдым. Еттің өзінің суы шығып, өз суында өзі-ақ пісіп қалады. Және пиязымызды да әдеттегідей турап салып, бір бас пиязды қуырамыз бірге, жақсылап бетін жауып қоямыз. Бұл жердегі бізде борщ барлығы қуырылған түрде жасалынады, сондықтан қазанға да салмасына да майда аз құямыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай капустаны да қуырып жатырмыз. Бір средний бас капустаның жартысын ғана пайдаландым. Өйткені борщтың сұйық болғандығы ұнайды. Борщ ораза ұстап жүрген кезде жақсы тамақ деп ойлаймын. Күні бойы аш жүрген адамға жеңіл болады. Әрі витаминдерге бай тамақ қой. Осылай сәбізімізді, свекламызды теркадан өткізіп аламыз. Мұнда уже капуста мен етіміз қуырылып болды. Суын молырақ құйып жатырмын, өйткені қазір осының сорпасынан алып свекламызға қосатын боламыз. Сондықтан суы мол құйып жатырмын. Тұзын салып, қайнауға қойып қоямыз. Мұнда сковородкаға көріп тұрғандарыңыздай аз ғана май құйдым, өйткені мұнда да май, қазанда да май, тамақ майлы болып кетпес үшін аз-аздан салып жатырмын. Бір штук свекламен, бір штук сәбізді теркадан өткізіп, бөлек осында қуырып аламыз. Неге десеңіздер, мына свекланы сразу үлкен жаңағы қазандағы суда қайнататын болсаңыздар, сорпаларыңыз қызыл болмай қалады. Осылай өзі дәмі необычный шығады. Ерінбей бөлек жасап көрсеңіздер дұрыс. Томат салған жоқпын, қыстан қалған салатымыз бар, соны осында салып, және жаңағы қазанға молырақ су құйдым ғой. Сол жақтан сорпаны алып, осының үстіне қойып қоямыз. Осында 7-10 минуттай примерно уақытта қайнайды, пісіп қалады. 2-3 бас картошканы, как обычно, турап қазанға саламыз. Одан кейін дайын болған свекламызбен сәбізімізді осында салып, жақсылап араластырамыз да, где-то 5 минут, 10 минут шамасында қайнатамыз. Дәміне қарай өздеріңіз тұз саласыздар. Негізі қара бұрыш, қызыл бұрыш салуды аса не советую. Өзінің дәмі осылай күшті болып шығады. Чеснокты тоже по желанию өздеріңіз білесіздер енді. Салсаңыздар да, салмасаңыздар да, мен салмауды жөн көрдім. Міне осылай борщтарымыз дайын болып шықты. Майонез салып жеген жақсы көреміз біз. Борщымыз жеңіл тамақ болғаннан кейін слоеный тестомен, фаршпен салмасына самса жасадым. Ішіне начинкасынан фарш, асқабақ, картошка, пиязбен жасадым. Қазір көктем нағыз барлығын овощной етіп жасадым. Барлығын төрт-үшлеп турап, бұрыш, кішкене сұйық май қосып жібердім. Тұз араластырып, самсаларымызды түйеміз. Осымен кешкі аста дайын болды. Каналдан алыстамай, подписацияны басып, лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдауды ұмытпаңыздар. Ас болсын.